Өздеріңізге белгілі 2026 жыл бізді өзгеріске толы жыл болып жатыр. Жыл басталғаннан бері халыққа игілік істер болу үшін конституциямызға үлкен өзгерістер болып жатыр. Осыған байланысты біз Ауыл партиясы біздің төрағамыз осы конституциялық комиссияның ішінде отыр. Көптеген пікірлерге өз ұсыныстарымызды бердік. Барлық ұсыныстарымыз осы халықтардың игісі, қазақтың болашағы үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан Конституцияның қазіргі 11 бабы мен 95 тармағындағы өзгерістердің бәрін қолдаймыз, сенім білдіреміз. Әрі келешекке халыққа әлеуметтік, экономикалық, мәдени, құқықтық жағдайды ашықтықпен жария ететініне сенімдіміз. Әрі де осы президенттің екінші орынбасары деген, вице-президент деген лауазым бойынша біз өте керемет деп санаймыз. Президентке жасалып отқан үлкен жүктемелерді бөлу мәселесі деп санаймыз. Сонда жалпы жұмыс халыққа игі істер дұрыс өз уақытысында атқарылады деген сенімдеміз.